Сэр Уильям Рамзиге, топограф және археологқа, өзінің тұжырымдарын толығымен өзгертуге тура келді. Өйткені ол әрдайым Лұқаның 2-ші ғасырдың оқиғаларын Елшілердің істері кітабында жазған, сондықтан ол 1-ші ғасырға қатысты егжей-тегжейлікте нақты бола алмаған деп ойлаған. Алайда көптеген археологиялық зерттеулерден кейін ол Лұқа жазған ізгі хабарға және Елшілердің істері кітабына қатысты өзінің пікірін толығымен өзгертті. Мысалға, Лұқа Публиға Мальтадағы арал әміршісі деген лауазым береді. Және біз Мальтаның маңызды саяси басшысы Публи екенін көреміз. Және ол оған арал әміршісі деген лауазым береді. Елшілердің істері 28-7. Алайда ғалымдар сонда да осындай лауазым болған жоқ деп қарсы шықты. Әрине, егер Лұқа 2-ші ғасырда жазған болса, онда ол қателесуі мүмкін еді. Егер 1-ші ғасырдың оқиғасын баяндауға тырысатын болса, бірақ содан кейін болған оқиға ойландыратындай. Қазба жұмыстары арқылы Мальта басшысы арал әміршісі деген лауазымның болғанын растайтын жазбалар табылды. Сэр Уильям Рамзи былай деді: «Тұра тұрыңыз, егер Лұқа 2-ші ғасырда жазған болса, онда 1-ші ғасырдың оқиғасын сипаттауда барлық ғалымдар керісінше пікірде болғанда қалайша осындай нақтылық таныталды? Мүмкін ол сенім артуға тұрарлық болар». Және осыдан кейін Лұқа жазған ізгі хабарда 3-ші тарау 1-ші аятта «Люсани Әбілине аймағының әкімі» деген сілтеме бар. Ол жайында ғалымдар мынадай пікірде болды. Көне тарихта белгілі жалғыз Люсани Әбілине аймағының әкімі Марк Антонийдің әмірімен шамамен біздің заманымызға дейінгі 34-ші жылы өлтірілген патша ретінде белгілі. Олар одан басқа ешқандай Люсани Әбілине аймағының әкімі болмаған деп қоймады. Сэр Рамзи былай деді: «Жарайды, егер Лұқа 2-ші ғасырда жазған болса, ол 1-ші ғасырдың егжей-тегжейлігіне келгенде шатасуы мүмкін еді. Бірақ осыған да көп кешікпей бұрынғы кезде Люсанидің өмір сүргенін растайтын археологиялық дәлелдемелер табылды. Және кімнің әкім деген лауазымы болды деп ойлайсыздар? Ол Люсани әкім деп аталды. Ғибадатхананы бағыштауға қатысты жазбада біз мынаны оқимыз. Августтық тақсырлардың аманшылықтарына осы үйдің құтқарушылары мен сақшылары Нимфей азат етілген Люсания өзінің қаражатына осы ғибадатхананы салды. Және осының қай жылмен бекітілгенін білеміз. Неліктен? Өйткені августтық тақсырлар сілтемесі Тибериус императордың және оның анасы Ливийдің лауазымына қатысты қолданылған уақыты жағынан бұл біздің заманымыздың 14-ші және 29-ші жыл аралығы. Рамзи былай дейді: «Достар, Лұқа 2-ші ғасырда өмір сүре тұра 1-ші ғасырдың оқиғаларын баяндағанда, осылардың барлығында қалайша өте дәл бола алды? Ғалымдар қателесіп, оныкі дұрыс болып шыққанда. Нені тұспалдап тұрғанын сезіп тұрсыздар ма?» Сонда ол былай деп нық айтады: «Мәссаған, ондай болса Лұқа өзінің жазғандарында сенім артуға лайық шығар».